Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыз нота ұзақтығы және паузалар. Длительности нот и паузы. Сабағымызды ноталар қалай жазылады, соны қайталаймыз. Ноталар сызықтың арасына, сызықтың үстіне, қосымша сызыққа, 5-ші сызықтың үстіне, 5-ші сызықтың қосымша сызықтарға жазылады. Өткен сабақта үйреттім. Мына бірінші сызық, екінші сызық, үшінші сызық, төртінші, бес сызық. Мынау скрипка кілті, немесе соль кілті. Соль кілті деп аталатын себебі, мына екінші сызықта соль ноталарының жазылатынын көрсетеді. Екінші сызықта осы сызықтан бастап нота атауларын білеміз. Нота атаулары кілтке байланысты. Тағда бас кілті деген бар, ол бас кілтін алдағы сабақта үйренеміз. Қазір біз нақты скрипка кілтінде жазылатын ноталарды үйреніп алуымыз керек. Қайталаймыз, өткен сабақта үйреткенмін. Енді мына қосымша сызықта, қосымша сызықта до жазылады. Бірінші сызықтың астына ре жазылады. Бірінші сызыққа ми жазылады. 1 мен 2-ның арасына фа жазылады. Екінші сызыққа соль жазылады. Екінші сызық пен үшінші сызықтың арасына ля жазылады. Үшінші сызыққа си жазылады. Үшінші мен төртіншінің арасына до жазылады. До жазылады. Мына жерде сондай заң бар. Үшінші сызықтан бастап сызығы төмен қаратып жазылады. Бұны штиль дейді. Мыналар жарты нота. Жарты ноталар. Ол қазір өтеміз. Жарты нота дегене, бүтін нота дегене. Мына ноталарды қайталап аламыз осылай. Так, жақсы. Ноталардың қандай түрлері болады? Мына скрипка кілті бар, мынандай акалада дейді. Мынау бас кілті. Осындай ноталар бұл. Фортепианоға арналған ноталар болады. Баян аккордеонға арналған ноталар болады. Гитараныкі болады, домбыраныкі болады. Мынандай құйрықтары бар, мынандай белгілер бар, бұны пауза дейді. Қазір осының бәрін біз сабақта өтеміз. Бүтін нота. Бүтін нота дегеніміз мынандай домалақ, қарбыз сияқты болады. Қарбыз. Бұны бүтін нотаны ең ұзақ нота десе болады. Кез келген до, ре, ми, кез келген нотаны ойнайын. Қазір доны ойнап көрейін. Біреу, екеу, үшеу, төртеу деп баспай. Бірақ нотаны басып, төртке дейін санаймыз. Енді жарты нота дегеніміз не? Жарты нота дегеніміз мысалында қарбыз дейік. Қарбызды екіге бөлсек, екі жарты шығады. Солай ғой, мына жерде де солай. Мына екі жарты нота, мына бүтін нотаға тең. Біреусі. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Екі нота ойнадық, е? Енді, бұл жарты нота. Половинная нота дейді орысша. Біреу, мынау төрттік ноталар қап-қара боялған. Ширек нота немесе төрттік. Математикада бар ғой, төрттің бір бөлігін ширек деп атайды. Сол сияқты төртке санағандықтан төрт нотаны төрттік немесе ширек нота дейді. Мына ширек нота біреусі әрқайсысы бірге тең. Бір деген санға тең деген. Бір, төртеу болады. Бір, осы бір, осы бір, осы бір. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Төрт нота, төрттік нота ойнадым. Ал енді арғаратай, мына екі сегіздік нота, бір ширек нотаға тең. Мынаған тең. Ол сегіздік ноталар. Мыналардың бәрі сегіздік ноталар. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Сегіздік нота ойнадым. Сегіздік ноталар мына үстінде осындай көпір сияқты сызық болады. Және де осындай құйрығы бар. Негізінде, егер нота партитура жазғанда, нотаның астында сөздері болса, осылай құйрықпен жазылады, сөз жоқ, жай шығарма болса, осындай сызықтар болады. Сегіздік нота. Біреусі Б,
реу болады. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. 8 нота. Мына жерде мыналар 16 ноталар, мыналар 16 ноталар, мынау да 16 ноталар. Бағанағы айтқанымдай, мына жерде 2 сызық 8 нотада, 2 құйрығы бар болады. 1 дегенде 4 нота ойнаймыз. 1, 2, 3, 4. Осылай. Жаңағы айтқан тағы да музыкалық есептерде жарты нота қосу бүтін нота болады. Мына 1, 2, 3, 4, 4 төрттік нота 1 бүтін нотаға тең. 2 төрттік нота 1 жарты нотаға тең. 2 8-дік нота 1 төрттік нотаға тең. 2 16-лық нота 1 8-дік нотаға тең болады. Пауза дегеніміз ол үнсіздік белгісі. Пауза тұрған кезде музыка ойнамаймыз, ән айтпаймыз, бірақ тек оның өзінің санауы бар. Мынау бүтін нотаға тең, бүтін пауза. Мынау жарты нотаға жоғары қарап тұрған шляпа сияқты. Жарты пауза, жарты нотаға тең. Мынау төрттік паузаға тең. Төрттік нота дейміз, немесе ширектік нота дедік қой, соған тең. Біреу деп саналады. Мынау 8-дік пауза, бұл біреудің жартысы. Мынау тіпті санауға да келмейді, 1-нің жартысы. Тез, қысқа пауза. Ал енді ол паузалар нота сызығында қалай жазылады, міне. Бағана шляпасы төмен қарап тұр. Бүтін пауза. Мынау жарты пауза, шляпасы жоғары қарап тұр. Мынау төрттік пауза, немесе ширектік пауза дейді. Біреу деп саналады. 8-дік пауза, мынау 8, алдында 8-дік тұрса Б деп ойналмайды, реу ойналады. Б, реу болады. Немесе орын ауыстырып қойсақ болады былай. Б, реу ойналмайды мына пауза. Так, 16-лық пауза. Мына жерде 8-дік нота Б, реу, екеу. Б, реу, екеу дұрыс емес. Е дегенде қысқаша болып кетеді ғой мына жерде. Мына жерде тағы бір 16-лық пауза қою керек. 16-лық нота қойсақ дұрыс болады. Мына жерде қате кеткен. Кеу дегенде мына жерде 2 нота кетеді. Енді мына ырғақтық суреттерді қазір түсіндіріп өтейін. Мынау ырғақтық суреттер, ритмический рисунки. Мына жерде нота сызығы жоқ. Бұны қандай аспаптар ойнайды? Бұны ұрмал аспаптар ойнайды. Мысалы, барабан. Мына жерде 2 төрттік деп тұр. 2 четвертных. Демек, мынау такт сызығы. Мына такт сызығының ортасын такт деп атаймыз. Мына бірінші такт, мына екінші такт, мына үшінші такт, мына төртінші такт. Мына жерде 4 такт бар. Мынаны такт сызығы дейміз. Мынаны белгілеп қойдық. Енді бұны қалай санаймыз жаңағыдай? Мынау Б, біреу, екеу, біреу, екеу, біреу, екеу, біреу, екеу. Осылай санадық. 2 санаймыз. 2 төрттік дегеніміз жаңағы мына бір тактың ішінде 2 төрттік нотаға тең нота бар деген сөз. Мысалы, мына төрттік нотаға тең ғой. 1, мына екеуі 1 төрттік нотаға тең. 1 плюс 1, 2. 1 төрттік нотаға тең, 1 төрттік нотаға тең. Дұрыс қой, мына Б, реу. Мына екеуі 1 төрттік нотаға тең, мына екеуі 1 төрттік нотаға тең. 1 плюс 1, 2 болады. Мына екеуі 1 төрттік нотаға тең, мына 1 төрттік нотаға тең. 1 плюс 1, 2 дұрыс болды. Енді келесі 3 төрттік. Демек, мына жерде бір тактың ішінде, мына жерде 3 төрттік нотаға тең
ноталар болу керек. Мына 1 төрттік нотаға тең, 1 деген сан дейік, 1. Қосу, мынау 2. 1 қосу 2, 3. Санаймыз. 1, 2, 3. Бұлай. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Та, жақсы, ары қаратай. Мына жерде 4 депті. 4 төрттік нотаға тең нота бар деген сөз бірден. Мына 16-лық нота, мынау 16-лық нота. 4 16-лық нота 1 төрттік нотаға тең. Мына 1 дегенде 4 нота соғамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.